Сәлем достар, бүгін біз жүрек туралы айтатын боламыз. Жүрегім әлсіреп тұр деп түрлі дәрілік шамшыларды қолданып жатамыз. Алайда жүрек жұмысын жақсарту үшін төмендегі қоспадан күніне аз мөлшерде жеп тұрғаныңыз дұрыс. Ол тек пайдалы емес, өзіндік дәмімен тіл үйреді. Оны кәмпит, торт, бәліш секілді тәттілердің орнына қолдансаңыз болады. Яғни мұны тек жүрегі ауыратын адамдар ғана емес, сымбатты болуға ұмтылатын жандар да қолдана алады. Қоспаның дайындалуы жайында тереңірек айтатын боламыз. Әзірге оның компоненттеріне денсаулыққа тигізетін әсерін талдап шығайық. Кептірілген өрік, яғни курага, бұл жемістің пайдасын ежелгі халықтарда жақсы білген. Пәкістанда адам аяғы баспайтын Гималай өлкесінде хунза атты тайпа өмір сүреді. Ондағы адамдардың өмір сүру ұзақтығы орташа есеппен 100 жыл. Олар ауру, сырқау деген ұғымдарды білмейді. Тістері қартайғанша сау қалпында сақталады. Тіпті 100 жасқа келген қарттары да жас жігіттей шаттанып, жігерлі болып жүреді. Тайпаның егін егетін жері өте аз. Сол себепті жергілікті тайпаның адамдары жемістер пісіп жетілгенше кепкен өріктер жеп, одан жасалған сусындарды ішетін көрінеді. Бұл адамдардың сүйікті тағамына айналған өріктердің өзіндік құпиясы бар. Осыған байланысты қалыңдық жігітінің соңынан өрік өспейтін жерге еш уақытта бармайды деген мағынаны білдіретін мақалдар да бар екен. Өрік құрамында калий мөлшерінің көптігінің арқасында жүрек қан тамырларына өзіндік пайдасын тигізеді. Дәрігерлер жүрегіне ота жасалған адамдарға өрікті көп мөлшерде жеуге кеңес береді. Одан кейін қара өрік. Қара өрікте өз кезегінде жүрек қан тамырларына және зат алмасуға септігін тигізіп, қан қысымын қалпында ұстайды екен. Ішек жұмысын қалпына келтіреді. Бактерияларға қарсы әрекет ететін күші де бар. Бүйрек пен өт әрекет ететін қалтаны тазартып отырады. Одан кейін мейізге тоқталсақ. Мейіз жүрек жұмысын қалпына келтіреді, жүйке жүйесін тыныштандырады. Одан кейін құрма. Ыстық елді мекендерде шөл даланың наны деп те атайды. Қытайдың арқасында ұзақ өмір сүретін адамдар да бар. Қоспаны дайындау тәсілі. Әр кепкен жемістен 200 грамм мөлшерде алыңыз, оларды жуыңыз. Ішінде сүйектері болса, оларды алып тастаңыз. Жаңғақтың мөлшері кепкен жемістерден 3-4 есе аз болу керек. Артынша қабықтарын алып тастаңыз. Кепкен жемістерді жеуге икемді етіп майдалап тураңыз. Туралған жемістерді ыдысқа салыңыз. Үстіне 1 немесе 1,5 ас қасық даршын қосыңыз. Корица яғни. Осы мөлшерде сұйық болып кетпейтіндей бал қосыңыз. Қоспаның қоюлығына қалағаныңызша жасауыңызға болады. Барлығын араластырыңыз. Дайын болған қоспаны полиэтилен қақпақпен жабылған әйнек ыдысқа салыңыз да тоңазытқышқа салып сақтаңыз. Бұл қоспаны күніне 3-4 рет 1 ас қасықтан жеп отырыңыз. Көп мөлшерде жеуге болмайды. Оның да жеудің зияны бар екен. Бұндай пайдалы қоспа тек тәттілігімен ерекшеленбейді, тіпті тәтті тағамдарға деген құмарлықтан арылуға көмектеседі екен.